Дұры болырың, үтіе күнінен бүгін мен атилы тұғынан романмыттан улахан сүрдүйлер ден кепсәне ағабын. Италияттан төннен баран атилы кейін қоратығыр бір әрі ұй құрдық сүйдібіта. Табғаштар императордан өліте жұрранлары соғыру кранысыларын кетелі чепчепетінен тұғынан кенер 6 айде көсүрден келесі дебуттары. Олин атилы бәйтін аттақтарын күттейден барасы егі бағарымыта. Кені соғырыңы қоныр оны пьесе екі ардуарынаға сәрейіне әме сәрген кетелі. Оны тағынан ғылынарға қайылақ армия үргейдақ сырғыта римляныр тірер триумфтарын сол бері. Ареске метенік ұлақан сүрден келейіне империя қоты түнеға сәрдірінен оңырырғыр атилы жағай бұта. Ол түгіқ сірдірге үксілерігер ұлақан аттағы армиялары қағандағыны қырықта батақ жонлар олар олары. Атилы армия славяны, финны, оны оғырды, мұқтартан тұра бүліқтірме бағылары. Ол солдаттар сұрықтыры латынны өтіргіректі саңырар ғынлар бас құлабыт ұрыққу римлянар құлыптар әтілер. Славянар бей бүліқтірін бағылығы Василий бір ұлғаны көрбіт еті. Славянар тылақ сірідер әйелек ұлықтауқтыры болалылар. Мен әйелек бәбін ғоттар тұтана қалан бір марғум ұлықтауыр атлабыттыр еті. Онан Дунай күтітігір түрі өбітен. Ем дойдутун ақтары, оны меха бетін омығын менегес тылын оны кәрі үргілерін өреп біті. Онан өбігілерім дойдыларын же барын көрір көқтамы бұттан ұлғанны көребін. Оттан полянлар дені аттағы Днепр күтітігір олар бейс ұғын жонлары кенері ғоттар батталыртан басқылабы ғынлар армиялығыр үйрінен келелері. Ертен бір кей ден кейі үшігелдік сірілеген әме бір бұлақ бағылғы бол бұта. Икки бұраты оны ұлыбет ден аттағы балта Днепр күтітігір бар жамы олар олары. Олаттыр ол жамы оны тұлы олақсы бұславяныр слаялары ағар айниттары үрісінгі тұрат олары. Галияға сәлекенеттен кей сағырын рәбінден Дунай күтітігір бір сөбіләві сілігір аяқ доғаттарын күттілік сүйарығы мұтын геплиттар сөбіләвіқі үйреніп бұттары. Арес армияты солғы отчы тоқтауы қаре істеп онда түгі бұсағыр сүрдірінен Урал қайлырғар дейірі сүрден тейбіті. Антон әргеллен қарды ақтығылары оны мұғырбұт үлістері туыраған Балтика байғылғар дейірі аспыта. Қас қатын чарының көрдіғын айы Арес кергені Юлия кенер тергенелігер әйес сылғадың саған олар дұталабыт мастырын санан оны етін сылаған ақтан келірі. Наға барыстойымы ғылағы желерде славяныр ұлықтырыны Арес соға көрірі. Мөлттіқтік сөбіленмет сәрігеттердегі бейс ұстар бағылықтары қотығы император керелләқ бұларға андағайларын істілігер мечәрін сұрағыр көйен кестебеті. Кені славян саллаттырын ұлықтауқтыр еройда күді күрсөлері сәрігеттер сұрақтыры доғаттырын оны аймақтарын болалары. Отчоны меттен оғылығыт ардихеллері, ұлылары, оның күлілері. Сұрық бейс ұстары көрдіхілерінен кенер бағылықтарын Арес бетін сәрігеттерінен сол бұй бұта. Кей әме ұлықтау бағылығы болған Днепр күт-күтігір бетін аймақтарын күтті қал бұта. Бұраттарын жамын тағыр тұтылы бұ желер әлбәнілер. Ол сәрі атилы сәргелерігер күттін албан атыр бұд кей кегігер Киевтен атыға оны кене тұғынан үйяне үйеттен үйға кәпсі хүлдеқаден ұлықтауқтар бағар бұттары. Балтика байғалын күтігітігір Арес финны тұллақ бейс ұстырға сыйджан баран иліңме Германияға аспыта. Вислы өрес күтігітігір ұрут ғыннартан арға екі көппіт Германиясы бейс ұстырын сілділігер ұлақ сүйен әрі славяныры саңаттан көрсі біті. Өгіс ақсанына қадар ұлаттара мия хирияқтырын бағыралары. Олар әрі Арес кенері Василий, оны датын славян офицердері көрдістіқтіріні әрелері.
Ария славяныр салгы дағаны эйлях умуктар бола сылгияқтақтар десаныра. Онто да суық Атилла албаната армияға олыс әлбәқ арас амуқ үтчаттарын тардары. Олихин Галлияға онна Италияға наға улыхан армиялары хатчыр сұрағыр күчімеғай болуталыры. Улхан тиряйна соғымықтар күтті Атилла бұлаған шөйдік білінелерін көрбөт. Бейтін ұғын айының түміктіріттен астымы тарес 400-500 сыл сағланыта гонар кейін қораттарығыр төнне бүті. Атилла Алтай шуғығар оны бактериянаға білінге Афганистан қоты түгір тия сылды бұта. Қанныр Орта Азияға кені керек о әдір әрдіғыняға тігірнаға ектетік марыныр. Олған барын қойу оны ғын сырдық күгас баттақтақ керек ұғы көрсі біті. Кені бұлырғы сақаларыттан түріттіғ болуын сөбі. Атилла кенеха илдико денгунну аты бербите онна бейтин столицатыгар албута. Бу сөкүмер келе кыз, крос оғысын оқтағыры, крек прискоз әтірінен таптал таңрата Венераны бейтин санатара. Бачаңа дері келген ұлым дисаны сүдді бұты Рим принцессатын Атилла тутамны бұта. Кенеган орыйны қағандағыны көрселіге Қол бұғыр бұт ұлы саналырым туылаларын чепчетте ден құрутын кене туғына саныры. Принцессаны сені қағанара тапсын білгі шөді сүддеқпіт ден әрінері. Ол әрі гонория өлбет болуын сәптеуі. Атилла Илдиконы, ұрут керек оны таптырын құрды пүсқа таптабыта. Кенені императрица ұрығы бағарымыта. Уанна 400-500 сыл құлын тұтары егар. Өрігейді сүйіне ұруыны терерін туғынан білдер біті. Білген мен Илдико «Последняя любовь Атилла» ден видеобыттан бұғатардылары көрім. Здравствуйте. В Википедии об Илдико говорится, что это последний из жен Атиллы. Точное происхождение Илдико неизвестно, но на основе древнегерманских сказаний о короле Атли в песне о Нибелунгах и старшей Эдди предполагается, что вероятнее всего она была дочерью короля Бургундов. Также существуют версии об ее готском, гепидском или франкском происхождении. Однако Илдико – это тюркское имя, о чем я говорю в своем видео «Атилла – лидер европейских и степных народов». Атилла может рассматриваться как символ культурного единства всех степных народов и их потомков, а также как вдохновитель успешного сотрудничества с европейскими народами в создании и реализации великих проектов. Свидетельством единства являются имена гуннов. Меня всегда поражало чисто якутское имя старшего сына Атиллы Эллях. Эллях означает по-якутски «владеющий государством» или «мирный». Имена жен Атиллы в латинских и греческих источниках звучат как Кирка, Янга, Ильдиго. Окончание «ка» или «го» я сближаю с якутским окончанием красивых и благородных женщин в греческом эпосе «ко». Поэтому имя Кирка могло звучать как Киреко, Энга – Энко, Ильдиго как Ильдико. Кроме того, были князь Куридах, что мне кажется созвучным с якутским Курдах, владеющий ремнем, генерал Берик. Берик можно перевести как «подарок». Даже имя дяди Атиллы, который царствовал до него по латинским источникам «Орас», я воспринимаю как «Орос», очень распространенное в якутских легендах имя. Имя другого дяди Оебарс я воспринимаю как Ойербарс, прыгающий барс. Имя отца Атиллы Мунзук
мне кажется, имеет тувинское звучание. А имена сыновей Атилы, Тенгизи, Узунтур, Эрнак имеют совершенно тюркское звучание. У Тенгизи слышится корень Тенгиз, Узунтур, слово узун, длинный, Эрнак начинается со слова эр, мужчина. На спектакле много танцев. Есть даже сцена, где танцует Атилла и его любимая жена Кереко, вызвавшая восхищение моих французских друзей, знатоков искусства. Теперь послушайте отрывок из видеолекции «Атилла в изобразительном искусстве». Далее в 47-й сцене сценария показывается поход Атиллы в Среднюю Азию. Там он разговаривает с Арестом о своей любимой покойной жене Кереко. Атилла: я искренне жалел принцессу Гонорию с несчастливой судьбой и надеялся на счастливую гармонию отношений. Но в течение всей своей жизни я по-настоящему любил только Кереко. Арес: она была похожа на греческую богиню, но имела длинную черную косу. Атилла: мы теперь находимся в стране ее предков. Арес: я знаю, что она происходила от саков, азиатских скифов, похожих на греков. Атилла: годно рассматривает саков как более древний народ, как своих учителей в ремеслах. Арес: я вижу несколько всадников. Кажется, это князь Саков со своими детьми. Всадники приближаются. Атилла и Арес смотрят на дочь князя. Атилла пораженный: невероятно, о великий Бог! Арес: эта молодая принцесса удивительно похожа на Кереко, но имеет длинные, пышные, светлые волосы. Арес вспоминает рассказ Кереко о саках возле большого деревянного панно с рельефом в своем дворце. Князь носит одежду, напоминающую костюм воина в золотых доспехах из панно Кереко. Атилла: я назову ее Ильдико, она будет императрицей. Гипотеза о германском происхождении Ильдико является политической легендой. Об этих гипотезах я подробно буду говорить в следующем видео.